Баршаңызға сәлем, қажет арнасына қош келдіңіз. Каналға тіркеліп, қазақ тілді арнаны қолдап кетіңіз. Д витаминін күн көзінен аламыз дегенді барлығымыз кішкентай кезімізден естіп өстік. Бірақ өкінішке орай 100% шындық болып жатқан жоқ. Өйткені әлем халқының 98% витаминді жетіспеушілігінен өмір сүріп жатыр екен. Витаминді адам ағзасы үшін ұшан теңіз. Витаминді витаминдер королевасы десек те болады. Ең бірінші кезекте витаминді иммунитетімізді көтерілуі үшін қажет екен. Егер жиі ауыратын болсаңыз, онда бірінші кезекте витаминдіден бастауыңыз керек. Екіншіден, ағзадағы сүйек жүйесін нығайту үшін кальций мен магнийдің жақсы сіңіруіне де ықпал етеді екен. Әсіресе сүйек пен тістің қалыптасуына көмектеседі. Жүйке жүйесінің тұрақты жұмыс істеуі үшін де қажет. Сондықтан көптеген склерозды ауруларды емдеуде ұсынады екен. Егер сізде витамин Д төмен болса, құрамы кальцийге бай тағамдардан 100% пайда көре алмайсыз. Себебі кальций витаминдісіз ағзаға сіңбейді. Сондықтан да жаңадан босанған әйелдерде тістің түсуі болады. Тіпті мектеп жастағы балалардың сүт тісі түспей, қиындықпен түсуі және жаңа тістерінің жақтарына сыймай, бұның барлығы витамин Д жетіспеуінен. Витамин Д жетіспесе 100% кальцийде дефицит. Сізде витамин Д төмен болса, қанша жерден кальций ішсеңіз де сіңбейді. Сондықтан бас салып кальций ішпеңіздер. Дұрыс ішілмеген кальций почкада ағзаның басқа мүшелерінде тас болып жиналады екен. Кальций ішпес бұрын витамин Д анализін тапсырыңыз. Достар, ауырып ем іздегенше ауырмайтын жол іздейік. Ақпарат ұнаса, жүрекшені басып, пікір жазып отыруыңызды сұраймын. Қазақ тілді арнаны қолдап кетіңіз. Сіздің қолдауыңыз біз үшін өте маңызды.